Екібастұз маңында энергия жинақтау жүйесімен жабдықталған жел электр станциясының құрылысы басталды. Қазақстандағы ең ірі энергетикалық жобаның жүзеге асырылуына қытайлық инвесторлар қомақты қаражат бөлуде. Шідерті ауылының маңында шетелдік меймандар және облыс басшылығының қатысуымен өткен салтанатты капсула салу рәсімі өтті. Қуаты 1 гигаватт болатын энергия жинақтау жүйесімен жабдықталған жел электр станциясының құрылысы Шідерті ауылы маңында басталды. Жобаның құны 1,2 миллиард ақш долларынан асады және өңірдегі ең ірі инвестициялық жобалардың қатарында. Салтанатты шарада ұлттық компания, қытайлық инвесторлар және облыс басшылығы уақыт капсуласын салу рәсімін өткізді. Құрылыс кезеңінде 1000-нан астам жұмыс орны ашылады, ал пайдалануға берілгеннен кейін шамамен 50 тұрақты жұмыс орны құрылады. Бұл Павлодар облысы үшін де бүкіл ел үшін де маңызды қадам. Біздің облысымызда және де жалпы біздің мемлекетімізде дәл осындай ірі жоба әлі іске асырылған жоқ. Жел энергиясының қуатына ондай дәл осындай ірі жоба іске асырылған жоқ осы күнге дейін. Сондықтан біз бұл жобаны дәл осы Павлодар өңіріне келіп инвестиция құю және де осы жобаны іске асыруда көп жұмыс жасадық. Үкіметпен бірге, Қытай инвестормен бірге. Сонымен қатар инвесторлар өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту үшін 25 жыл бойы жыл сайын 200 мың ақш доллары көлемінде қаржы бөлетін болады. Жел электр станциясы бизнес үшін мүмкіндіктерді кеңейтіп, өңірдің заманауи энергетикалық технологияларды енгізу орталығы ретіндегі позициясын нығайтуға мүмкіндік бермек. Дархан Бекешев, Азамат Айтхалин, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы.